Атымтай Жомарт өте дәулетті болғанымен кішіпейілдікпен өмір сүруді жөн көрді. Күн сайын ол ескі киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, көп жұмыс істеді. Бірде жақын достар одан байлығынан ләззат алып, жайлы өмір сүрудің орнына неге бұлай істегенін сұрады. Жомарт 4 себеппен жауап берді. Біріншіден, әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, киім-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен таңнан бір-ақ пұлға нан сатып алып жесем де бойыма сол тамақ тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сінімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзім сініп, тиісті орындарына жаратпай, өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын деді. Осылайша, Атымтай Жомарт нағыз байлық тек ақшадан ғана емес, кішіпейілдіктен, еңбекқорлықтан, батасын ақылмен пайдаланудан келетінін көрсетті.